14 наурыз 2003 жылы 17 жасар бойжеткен Хана Фостер үйінен шығып Хелен атты құрбысына кеткен. Құрбысымен кездесіп, 1-2 сағат қыдырғаннан кейін екеуі аялдамада қоштасады. Сол уақыттан бастап Хана Фостердан хабар болмады. Сіздермен бірге Fortress of History каналға жазылып, лайк басып, жайғаса беріңіз. Ал біз бастаймыз. Хана Клэр Фостер 31 тамыз айында 1985 жылы Ұлыбританияда дүниеге келген. Ол ата-анасы мен сіңлісімен тұрған. Хана сабақты жақсы оқыған және медицинаға түсуге дайындалған. Сол күні 14 наурыз 2023 жылы Хана құрбысымен демалуға үйден шыққан. Олар бар-ресторанға барып отырған. Кейін сағат 10:40-та ол құрбысымен қоштасып үйіне кеткен. Сыртқы бейне бақылау камерада олар құрбысы екеуі кетіп бара жатқанын көруге болады. Құрбысы Хеленнің айтуы бойынша, Хана екеуі аялдамада автобус күткен. Автобус келмегеннен кейін Хана жаяу баратын айтып қоштасып кеткен. Аялдама мен Ханнаның үйінің арасын 1 шақырым жер болғандықтан ол жаяу кеткен. Кейін Ханна кеткеннен кейін Хейли автобусын күтіп, ол үйіне қайтқан. Ханнаны ата-анасы күте келе сағат таңғы 5 болған. Хана бұғанға дейін құрбыларында қалса хабар беретін. Бірдеме болған түсінген кезде олар сол кезде Ханнаға хат жазыпты, хабарласып та көрді. Ханада жауап болмағаннан кейін олар сағат 10:30-да Ханнаның достарына хабарласады. Достары да Ханна қайда екенін білмеген кезде олар полицияға барып қызының жоғалған туралы айтады. Полиция Ханнаны соңғы көрген Хеленді тергеуге алады. Олар Хеленге сұрақтар қойып, ресторанның қасындағы бейне бақылау камералар Хеленнің айтқан сөздерін растады. Полиция ұялы байланыс операторларына хабарласып, Ханнаның телефонындағы информацияларды алды. Яғни кіммен сөйлескенін және хаттарын оқи алды. Ханна сол күні таңертең телефонмен құтқару қызметіне хабарласқан. Бірақ оператор жауап берген кезде Ханнаның дауысы естілмеген. Полиция бұл жазбаны экспертизаға берген кезде ақырын шығып жатқан дауысты естіген. Сараптай келе Ханна көліктің ішінде болғанын және бір еркекпен сөйлескенін байқалады. Ол еркектің даусына қарай ол орта жастағы азиатқа жақын еркек деп есептеді. Ханнаның телефоны өшпеген. Телефон қосылу болғандықтан полицияға телефон тұрған жерді табуға оңай соқты. Телефон аялдамадан 30 шақырым жерде болған. Полиция сол жерде телефонды 2 сағат іздестірді. Соңында тапты. Телефон Ханнаның сумкесімен бірге қоқыс қабылдайтын жерге тастаған екен. Бірнеше сағат өткеннен кейін 100 аса адам телефон табылған аймақты іздестіру барысында Ханнаның мәйітін тапты. Ханнаның денесін тексеруге алып кетті. Экспертиза қызды зорлап, ұрып, тұншықтырып өлтірген туралы хабар берді. Олар Ханнаның ішіне еркектің ұрығын алып сақтап қояды. Полиция қызметкерлері аялдамадан мәйіт табылған жерге дейін камераларды 100 аса сағат қарастырып, күдікті ақ фургонды тапты. Жаңалықтарда полиция 35-40 жастағы еркекті Пакистан, Үндістан, Бангладеш, Непал сияқты мемлекеттен болуы мүмкін екендігін хабарлады. Және ол адамның ақ фургоны бар, және тағы басқа ақпараттар берді. 1-2 күннен кейін бір күдікті адамды тапты. Оның аты Маниндр Пал Сих Кохли. Ол Үндістанның тумасы, әйелі 2 баласы бар. Ол Ұлыбританияда тұрып жатқанына бірнеше жыл болған. Ақ фургонды оған жұмыс істеп жүрген компания берген. Ол тауарларды жеткізу компаниясында істеген. Оның жүретін маршруты Ханнаның мәйіті табылған ауданда еді. Полицияға сол компанияда істейтін менеджер хабар берген. Маниндр келесі күні жұмысқа бір сұмдық болып келген және бетінде сызат болған. Ол менеджер күдіктеніп полицияға хабарласқан. Көршілердің, таныстарының айтуы бойынша Маниндр жанұясымен жақсы қарапайым тәрбиелі жанұя екендігін айтты. Маниндр
Осығанға дейін Ұлыбританияда, Үндістанда да сотталмаған азамат болып шықты. Полиция Маниндердің көлігін тексеруге соттан рұқсат қағаз алды. Тексеру барысында машинаның артқы жағынан олар көліктен қандың ізін және еркектің ұрығының тамшысын тапқан. Экспертиза барысында қыздың денесінен алынған ұрық табылған ұрықпен сәйкесі бар екендігін және қан қызға тиесілі екендігін көз жетті. Полиция 19 наурыз күні Маниндердің үйіне барады. Бірақ ол үйінде болмаған. Өйткені ол бір күн бұрын Үндістанға ұшып кеткен. Әйелінің айтуы бойынша ол әпкем ауырып жатыр деп шұғыл шығып кеткен. Маниндердің туған ағасы Үндістанда полиция қызметкері болғандықтан, британдық полиция Маниндердің қайда екенін байланысты сұраухат жіберілген кезде үндістандықтар информация бермеген. Одан қоса ағасы Маниндерге жала жауып жатсыңдар деген. Бірақ Маниндердің әкесі егер де менің балам сондайға барса, оны асу керек деп теледидарда мәлімдеді. Сол уақыттан бір жыл уақыт өтті. Маниндердің қайда екенін ешкім білмеді. Ханна Фостердің әке-шешесі полициядан хабар болмағандықтан, олар өздері Үндістанға ұшып барады. Ол жердің журналистермен танысып, Маниндердің жасаған ісін айтып, пресс-конференцияда бүкіл Үндістанға жаңалықтар арқылы хабар берді. Маниндерді ұстап берген адамға ақша да ұсынды. Бір-екі күннен кейін бір такси жүргізуші хабарласып, соған ұқсайтын адамды жеткізген туралы айтты. Өкінішке орай бұл ақпарат табуға көмектеспеді. 15 шілдеде Маниндер Үндістаннан Непалға автобуспен кетіп бара жатқан кезде Үндістан полиция қызметкерлері автобус тоқтатып, Маниндерді ұстады. Ол өзіне басқа документ жасатқан. Атын Майкқа ауыстырып, шашы мен сақалын алып тастаған және басқа әйелге үйленіп алған. Әке-шешесі осымен қылмыскер ұсталды, бітті деп ойлады, бірақ бұл іс тағы бірнеше жылға созылды. Уақыт өте келе Маниндер журналистерге Ханнаның зорлағаны туралы, өлтіргені туралы мәлімдеді. Содан кейін Үндістанға қашқаны туралы айтты. Мен шашадым қашуда, мен соны істедім деді. Ол ағасы екеуі адвокаттарды жинап, сот процесінде ұзаққа созды. 100 рет сот, 33 апелляция болған. Ұлыбританияда соттамаудың әдісін жасады. Тек 2007 жылы ғана оны Ұлыбританияға экстрадициялады. Ол сотта журналистерге берген информацияны жоққа шығарды. Ол Ханнаны зорламаған, өлтірмеген туралы айтты. Ол оны өліп жатқан жерде көріп қашқанын айтты. Кейін сот оған ұрықтың қанның экспертизасын көрсеткен кезде ол бандит жігіттердің қорқытқанының себебіне солай істедім деп жауап берді. Сот 2008 жылы 25 қараша айында 41 жастағы Маниндер Пал Сих Кохлиді өмірінің соңына дейін түрмеге жапты. Түрмеге жабу үшін 5 жыл уақыт өтті. Аман болайық ағайын, каналға жазылып қойыңыздар. Келесі кездескенше.